Түлкі мен маймыл ертегі. Ертеде бір күні түлкі жортып жүріп, қақпанның үстінде өліп жатқан бір балықты көреді. Түлкі балықты құйрығымен сыпырып түсірмек болады, бірақ оны қақпанның тілінен сырғыта алмайды. Балық үлкен екен, түлкінің құйрығының әлі келмейді. Балықты алып жей алмай, ызаланып жолмен жортып келе жатса, түлкінің алдынан бір маймыл шығады. Түлкі маймылды көріп, басын төмен салып, құйрығын бұлғаңдатып, еркелеп, ыржыңдап күліп сәлем береді. Маймыл оның сәлемін алып: "Жол болсын, түлкі. Бұрын мұндай құрмет қылмаушы едің, енді қалайша ізет көрсеттіңіз?" дейді. Сонда түлкі айтады: "Сүйінші беріңіз, патша сайламаққа келдік. Көп аңдар, көп жаңдар кеңес қылып еді, арамыздан патша сайлаймыз деп маған ақыл салды. Сенің білімің көп еді, осы кеңесіңіз мақұл ма?" деді. Менен маймылдың білімі көп, адамзатқа ұқсайды. Менің тілімді алсаңыздар, маймылды патша сайлаңыздар. Үлкен кішіміздің жайымызды білер, әділетсіз іс қылмас дедім. Егер арыстан патша болса, оның күші көп, өзіне ықтияр тиген соң ойына келгенін қылар. Жазықты, жазықсызға қарамай, әлсіздердің барлығын қырып тастар. Алдына ешкім арыз айтып келе алмас, әулетімен құртып жіберер дедім. Жиылған көп аңдар менің ақылымды құптады. Түлкі бидің ақылы табылған ақыл деді. Патша сайламаққа арыстан жарамайды екен. Маймылды патша сайлайық. Нашардың сөзін айтар. Адамзатқа ұқсаған әділетті, ақылы көп шығар. Тез тауып әкеліңіз деді. Сіздің қайда екеніңізді білмей жануарлар тұс-тұсқа тарап іздеп кетті. Бәрінен бұрын сізге келіп мен жолықтым. Құрмет қылып тұрғанымның мәнісі осы еді деді. Маймыл бұл сөзге қуанып, түлкінің аузына қарап езу тартып күліп: "Мақұл, халық ұнатса патшалықтан несіне қашалық? Әлім келгенше әділетпен іс қыламын. Түлкі, сенің жақсылығыңды ұмытпаспын. Сүйіншіңді оңдап беремін. Қолыма билік тиген уақытта сенің айтқан сөзіңді жерге тастамаймын. Ал баста" дейді. Түлкі біраз жерге бастап келеді де, манағы қақпан мен балыққа жақындаған уақытта тоқтап тұра қалады. Маймылға қарап: "Әй патша, бір арызым бар. Менің қарным аш, енді еш тағатым қалмады. Сіз бір тілек тілеңіз, мен әумин десем қабыл болар, бір тамақ табылып қалар" дейді. Сонда маймыл өз тілінде тілек тілейді. Түлкі әумин деп алдыңғы екі аяғын көтереді. Бұдан соң түлкі маймылды бастап бір қырдан қылт етіп шыға келгенде, манағы қақпанға қойған балыққа жолығады. Сонда түлкі маймылға: "Сіз тілек тілеп едіңіз, мен әумин деп едім, сонымен қабыл болған екен. Даяр тамаққа жолықтық. Өлмесін деген құлға өлі балық жолығар деген осы. Міне, жеңіз" дейді. Сонда маймыл: "Қарным ашты деген едің, өзің жей ғой. Мен бүгін ас жемесем де қуанышымнан тоқпын" дейді. Түлкі айтады: "Ей маймыл патша, егер 6 күн аш жүрсем де, астың алдын әуелі сіз татпай қайтып жеймін. Би патшасынан бұрын ас жемейді. Аш та болсам, әдепсіз тамақ жемейтін білімді бидің баласымын" дейді. Сонда маймыл қақпанға қарай аяғын бір басқанда сарт етіп қақпан қауып алады. Қақпанның серпуімен балық еті ыршып барып анадай жерге түседі. Түлкі қағып алып балықты жейді. Сонда маймыл ойлап тұрып: "Патшалықтан кеттім, пәледен аяғымды құтқар" деп түлкіге зілді сөйлейді. Сонда түлкі айтады: "Ей маймыл, әр алуан ойыншы едің, ойнап айтасың ба, шындап айтасың ба? Амалды сөкпе, абыройды төкпе. Арыстаннан сені жақсы деп келгенімде ақуалың осы ма? Аяғыңнан ұстаған қақпанды көтере алмай жын ұрды ма? Аузыңнан ащы сөздер шығады екен. Алуан екі бақық бар. Бірі бастан қонады, екіншісі аяқтан қонады маймыл еке. Мәнісі осылай болады.
Аяғыңнан қан ақса да отыр, аузыңнан қан ақса да отыр. Тепкілесең, кетпейтін темір бақ қонды саған. Қақпанға сені патша қылдым. Қайыр, қош бол, патшалығың баянды болсын деп түлкі жөнеліп қашып кетіпті. Соңы. Ұнаса, ертегіні үлкендерге айтып көріңдер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.